Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабағымыз обсерватория деп аталады. Және заттың сынын білдіретін сөздер табуды жалғастыратын боламыз. Алдымен бұл кім деген ойын ойнайық. Біз қазір мына сөздерді тыңдап, қандай мамандық иесі сөйлеп тұрғанын анықтап көрейік. Балмұздақ сатамын, балмұздақ деп кімдер айтады? Жүріңіз, қай жаққа апарып тастайын деп кім айтады? Қай жеріңіз ауырып тұр, қазір ыстығыңызды өлшейін деп кім айтады? Қандай маман айтады? Шашыңызды қандай үлгіде қиып берейін деп қандай маман айтады? Жарайсыңдар балалар, енді мына жұмбақты шешейік. Үй үстінде ұсақ тас, ол әрине жұлдыз. Демек, біз бүгін аспан әлеміне саяхат жасайды екенбіз, иә? Жұлдыздарды зерттейтін орын туралы айтатын боламыз. Обсерватория. Бұл мекемеде, бұл ғимаратта аспан әлемін, жұлдыздарды зерттейтін құралдар орналасқан. Обсерватория зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме. Ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады. Одан түнгі аспанды тамашалауға болады. Аспан әлемі ерекше. Мыңдаған жұлдыздың әрқайсысының өз құпиясы бар. Олардың құпиясын зерттейтін ғалымды астроном деп атайды. Сонымен мәтін не туралы екенін, обсерваторияның не екенін, ол туралы тағы да көп мәлімет білгің келсе, мына сілтемеге өтіп көріп алсаң болады. Бұл жерде қосымша көптеген мәліметтер аласың. Ал сілтемені сен менен немесе мұғаліміңнен ала аласың. Сонымен обсерватория деген мәтінді тағы да дауыстап оқып аламыз. Одан кейін сергіту сәтін жасаймыз. Балаларына сілтемеге кірсеңдер, телескоп туралы керемет ән тыңдап аласыңдар, немесе мәлімет аласыңдар. Сонымен телескоп және астроном деген екі сөзді жазамыз. Телескоп деген міне аспан әлемін зерттейтін обсерваторияда орналасқан құрал. Ал аспан әлемін зерттейтін ғалымдарды астроном дейді. Жазып алсақ, екінші жаттығуға назар аударамыз. Сөйлемдерді көшіреміз және сөйлемде заттың сынын білдіретін сөз бар. Оны тауып сұрақ қоямыз. Және сол сөз қай сөзбен байланысып тұрғанын айтып көрейік. Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Сонда жұлдыздар анық көрінеді. Қандай аспан? Ашық. Демек, қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сөз ашық екен. Бұл сөз аспан деген сөзбен байланысып тұр. Өте жақсы. Енді заттың сынын білдіретін сөздерді, заттың атын білдіретін сөздермен байланыстырып көрейік. Таза не, мөлдір не, биік не, жүйрік не болуы мүмкін? Айтып көрші. Мөлдір бұлақ, таза су, биік тау, жүйрік ат деп жаздым мен. Мүмкін сен өз нұсқаңды айтып, өз нұсқаңды жазып көрерсің. Комментарийге жазып қалдырсаң да болады. Ал енді біз өткен сабақта көйлекті сипаттап едік қой. Енді кітапты сипаттап көрейік. Кітаптың сынын білдіретін сөздерді айтып көрейік. Кітап қандай? Қызық кітап, ертегі кітап, қалың кітап, жұқа кітап. Тағы қандай? Ауыр кітап, жеңіл кітап. Кітапты сипаттайтын бірнеше сөздерді айта берсеңдер болады. Енді мына сөздерге қарсы мәндес сөздер тауып жазып көрейік. Кең деген сөзге қарсы мәндес сөз ол әрине тар. Ескі, жаңа, жақсы, жаман деп айтып отырғаныңды мен сезіп отырмын. Жарайсың балақай. Сен бүгін обсерватория туралы оқып білдің, ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.